Сәлем достар, мен сіздерге товарды предзаказға қосудың оңай түрін көрсетемін. Зумия деген ботпен, мысалға мен мына браслетті сатқым келіп тұр. Енді ол заказ түсе ме, түспей ме предзаказбен тексеру үшін оны предзаказға қосып тексергім келеді. Енді оны қалай қосамыз? Характеристикаға кіреміз, код товараны скопируем. Так, енді осы товарды бірінші предзаказға қосу үшін сіздер не істейсіздер? Магазинге кіресіздер, потом этот добавить товар деп сол товарды қосасыздар. Қазір ашылсын. Вот товар добавить дейміз. Добавить дейміз да, сосын жерге код товарны басасыз. Сосын осы товар шығады. Енді мен оны барамын да 2045-ті 2044 дейм, анадан бірінші тұруым керек қой. Енді предзаказға қосқасын примерно 10 штугын шығарып көргім келеді предзаказға. Соны добавить етемін. Ол енді 15 минуттан кейін бізге ненің ішіне шығады, Каспийдің ішіне шығады. Қараңыздар, мынандай бот бар специальный. Қазір көрсетем. Зумия деген бот бар. Мынау программа міне Зумия деген. Бұған подписка платный, но басында 4-5 күн ба, бесплатный. 4-5 күн бесплатный, сосын мындай сізде ашылады, сол кезде біріншіні басасыз. Осы роботты басасыз. Сосын бұл жерде страница ашылады. Сіздің бүткіл Каспий Пейдағы товарыңыз ашылады. Енді бұл жерде мен регистрация жасап тастағанмын ғой. Сіздер басында кәдімгідей регистрация жасайсыздар. Нелеріңізді, телефон номерлеріңізді бәрін қосасызда, регистрация жасайсыздар. Қазір жаңағы товар шыққан жоқ, әлі шығу керек. Регистрация жасағаннан кейін сізде осындай страница ашылады. Бұл страница мынандай скачать етіп алсаңыз болады телефоныңызға. Или осылай Google-ға кіріп істесеңіз болады. Бұның ішінде не бар? Аналитика, товар, осындай деген сияқты бәрі бар ішінде. Сосын мен көбіне алатын нәрсем бұл жерде отзыв деген қазір көрсетем. Чат поддержкаға жазсаңыз, осындай чат поддержканы бассаңыз, сізге осындай WhatsApp-тағы номер ашылады. Осы номерге жазасыз, 12.500 теңгеге подписка сатып аласыз бір айға. Сосын мақпалдан деп айтатын болсаңыз, сізге тағы 2 апта тегін қосып береді. Сол кезде сонда получается 2 ай деген сияқты. Мен бұның ішінде тек қана предзаказ емес, бұның ішінде мен не қолданамын? Қараңыз, менде отзыв деген бар, 10.000 теңгеге отзыв дегенді аламын. Ол маған нені көрсетеді? Ол маған көрсетеді былай, клиент